Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы нарықтық экономика жағдайында Қазақстан Республикасының салық жүйесі және баға белгілеу. Салық дегеніміз белгілі бір мөлшерде және мерзімде төленетін міндетті және қайтарымсыз төлем. Салықтың бірнеше белгілері болады. Олар нақты қаржылық міндетті туғызады, мәжбүрлеу сипатқа ие болады, міндетті түрде және қайтарымсыз болады, құқықтық нысанда жүзеге асырылады. Қазақстан егемендікке ие болғаннан кейін 1991-1995 жылдары қабылданған бірқатар заңдарға сәйкес республикада жаңа салық жүйесі қалыптасты. Еліміздің салық жүйесінің дамуының 4 кезеңін бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезең бұл 1992-1995 жылдар. Екінші кезең 1996-1998 жылдар. Үшінші кезең 1998-2001 жылдар және төртінші кезең 2002-2008 жылдар. 1991 жылғы желтоқсанның 25-нен бастап біздің елімізде тұңғыш салық жүйесі жұмыс істей бастады. Ол Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі туралы заңға негізделген. Бұл заң салық жүйесін құрудың қағидаттарын, салықтар мен алымдардың түрлерін, олардың бюджетке түсу тәртібін белгілеген алғашқы құжат еді. Осы заңға сәйкес Қазақстанда 1992 жылдың 1 қаңтарынан бастап 13 жалпы мемлекеттік салық, 18 жергілікті салықтар мен алымдар енгізілді. Қазақстан Республикасының үкіметі 1995 жылдың басында салық реформасының ұзақ мерзімді тұжырымдамасын қабылдап, онда еліміздің салық жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте халықаралық салық салу қағидаттарына сәйкестендіру көзделген болатын. Осыған байланысты 1995 жылғы сәуірдің 24-інде Қазақстан Республикасы президентінің заң күші бар жарлығы шығады. Енді бұрынғы 42 салықтар мен алымдар едәуір қысқартылып, олардың саны небәрі 11 болып қалды. 2001 жылы 12 маусымда Қазақстан Республикасының салық кодексі қабылданып, 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол қолданысқа енгізілді. Ал 2008 жылдың 10 желтоқсанында Қазақстан Республикасының қайтадан жаңа салық кодексі қабылданып, 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 13 түрлі салық енгізілді. Салық салудың бірнеше принциптері бар. Бірінші принцип бұл міндеттілік. Салық төлеушілер салық заңдарына сәйкес салық міндеттемелерін толық көлемде және белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті болуы тиіс. Бұл әрбір қазақстандық азаматтың борышы және парызы болып саналады. Екінші принцип айқындылық. Қазақстан Республикасының салықтары және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері әрбір салық төлеуші үшін айқын болуы тиіс. Үшінші әділдік принципі. Қазақстан Республикасында салық салу жалпыға бірдей және міндетті болып табылады. Кез келген салық төлеуші үшін салық салу жүйесі әділетті түрде шешілу қажет. Жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тыйым салынады. Төртінші принцип бұл біртұтастық. Қазақстан Республикасының салық жүйесі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында барлық салық төлеушілерге қатысты біртұтас болып табылады. Бесінші принцип бұл жариялық. Салық салу мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер ресми басылымдарда міндетті түрде жариялануға тиіс. Салықтың атқаратын қызметтері дегеніміз, салық қызметі органдарының алдына қойған мақсат міндеттерін шешуге бағытталған бағыттар. Негізгі қызметтері фискалдық, қайта бөлу және бақылау. Салықтың элементтері мыналар. Біріншісі бұл салық субъектісі, яғни салықты төлеушілер. Бұлар жеке және заңды тұлғалар. Заңды тұлға дегеніміз өзінің иелігінде мүлігі бар, сол мүлікпен
жауап беретін, сотта талапкер, жауапкер бола алатын мемлекеттік тіркеуден өткен ұйымды айтамыз. Ал жеке тұлғалар бұл Қазақстан Республикасының азаматтары, азаматтығы жоқ адамдары, сондай-ақ шетел азаматтары да жатады. Екінші элементі салық салу объектісі. Бұл салық есептелетін базы, яғни салық не үшін төленетінін қарастырады. Үшінші бұл салық базысы, яғни құны. Төртінші элементі салық кезеңі, яғни мерзімі. Бесінші элементі салық мөлшері, яғни салық төлеушінің табысына қарай алынатын салық сомасы. Алтыншы элемент салықты есептеу тәртібі, бұл тиісті тұлға әрекеттерінің жиынтығы. Жетінші элемент салықты төлеу тәртібі, белгілеген ереже бойынша төлемнің салық төлеушіден мемлекетке көшуі. Және сегізінші элемент бұл салықтық жеңілдіктер, яғни заңмен қарастырылатын салық төлеушілердің жекелеген санаттарына берілетін құқық. Салық есебінің екі әдісі қолданылады: кассалық әдіс және есептеу әдісі. Қазақстан Республикасындағы салықтардың, салық сипатындағы алымдардың тізбесі мыналарды қамтиды. Салықтар бұл Қазақстанда салықтардың түрлері: корпорациялық табыс салығы, жеке табыс салығы, қосылған құн салығы, акциздер, жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері, әлеуметтік салық, мүлік салығы, көлік салығы және жер салығы. Салықтан басқа бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бар. Олар мемлекеттік баж, төлем ақы және алым. Мемлекеттік баж бұл уәкілдік берілген мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық мәні бар іс-қимылдар жасағаны үшін және құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем. Төлемақы бұл мемлекет меншігіндегі объектілерді пайдаланғаны үшін мемлекетке төленетін төлем. Алым бұл белгілі бір құқықтық мәртебе берілгенде немесе белгілі бір қызмет түрін бастар алдында төленетін төлем. Оқушылар, жаңа тақырыпты бекіту мақсатында сіздерге бірнеше тапсырмалар беріледі. Бірінші тапсырма бұл келтірілген мысалдар негізінде өткен тақырыпты қорытындылау, яғни сұрақтарға жауап беру. Екінші тапсырма бұнда деген жасырған сөздерді тауып, әрқайсысына анықтама беру. Және үшінші тапсырма бүгінгі тақырып бойынша өткен термин сөздердің байланыстылығын табу.